Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін психологиялық тест ойын ойнайтын боламыз. Ойлау жүйесінің түрі көп. Психология оны үшке бөледі: абстракт, логика, тәжірибе. Егер өзіңіздің ойлау жүйеңіз қай түрге жататынын білгіңіз келсе, мұқият болуды тексеретін тесттен өтіп көріңіз. Суретті қараңыз. Үш жігіттің қайсысы бай жігіт деп ойлайсыз? Төменге жаза кетсеңіз болады. Ендеше, егер сіз осы үш жігіттің біреуін таңдаған болсаңыз, сіздерге тесттің жауабын ұсынамын. Бірінші нөмірлі жігіт. Егер осы жігітті таңдасаңыз, белдігіндегі айырбасын байқамаған екенсіз. Ол оның мүлде байлыққа қатысы жоқ екенін көрсетеді. Ол беймәлім фирманың белгісі. Бұл фактіні назардан тыс қалдырған адамның миы абстракт ойлау жүйесімен құрылған. Демек, сіз креативті ойлай аласыз. Мәселені шешуге ойға келмеген түйін табасыз. Мұндай адамдардың өмірі шығармашылықпен тығыз байланысты. Егер сіздің таңдауыңыз екінші бай жігітке түскен болса, онда тәжірибелік ойлау қабілетіңіз жақсы дамығанын көрсетеді. Бірақ дұрыс жауабы бұл емес. Сізге ақша жақсы қарайсыз. Үнемі табысты кәсіпкер бола аласыз. Әр ресурсты орынды қолданып, аяққа тұрып кетуге ішкі ойыңыз көмектеседі. Өте пысық адамсыз. Сіздің таңдауыңыз үшінші нөмірлі жігітке түскен болса, сіздің логикаңыз өте жақсы дамыған, нағыз бай жігітті дәл таптыңыз. Ол сырт көзге қарапайым көрінетін, бірақ бірден киім киген. Сіз аса ұсақ бөлшектерді де назардан тыс қалдырмайсыз. Сізді алдау мүмкін емес. Логикаңыз ең күрделі тапсырмаларды да шешуге жетеді. Адамдарды сыртынан саралай білесіз. Сізден өте жақсы психолог шығады. Адамдарға және технологияға қатысты маман иесі бола аласыз. Оқырмандар, сіздерге психологиялық тест ұнады деп ойлаймын. Егер өз пікіріңізді қалдырғыңыз келсе, төменге жазсаңыз болады. Біз міндетті түрде сіздің сұрақтарыңызға жауап беретін боламыз.